Қымбатты менің шәкірттерім, 11-ші Б сынып оқушылары, сендерді бүгінгі мектеп бітіру кештеріңмен шын жүректен құттықтаймын. Жаңа өмірге басқан қадамдарың әрқашан сәттілікке толы болсын. Алдағы келе жатқан ЕНТ-ні жақсы, жоғары дәрежеде тапсырып, әрқайсыңның қалаған мамандық иелері болуларыңа шын жүректен тілектеспін. Алдағы өмірлерің жарқын да жарық болсын. Осы алдыда келе жатқан ОБТ сынағынан жоғары баға алуларыңа тілектеспін. Және де мұғалімдер, ұстаздар, сіздерге өте көп рахмет. Осылай 11 жыл бойы оқытып, әрқашанда күліп жүре беріңіздер. Ең алдымен осы 11-ші сыныпты бітіріп жатқаныма ең бірінші Аллаға мыңда бір шүкір. Одан кейін отбасыма, осы алтын ұя мектебіме, ұстаздарыма және де сыныптастарыма көп рахмет. Бәріне тек сәттілік тілеймін. ОБТ-дан сүрінбей өтіп жоғарғы оқу орнына түсіп, өздерінің армандаған армандарына жетуге тілектеспін. Ал класстастарым, бүгінгі мектеп бітіруіміз құтты болсын. Сендермен 11 жыл бірге оқымасақ та, осы 5 жылдың ішінде кәдімгідей жақындасып қалдық. Болашақта да байланысымыз үзілмесін, бір-бірімізбен араласып тұрайық. Осы жылдар үшін сендерге мың алғыс. Сендердей класстастарым болғанына қатты қуанамын. Ең біріншіден айтатыным, құрметті менің ата-анама, 11 жыл оқытып шоқытқан ата-анама үлкен зор алғыс білдіремін. Екіншіден, біздің қандай болсын тентектігімізді көтеріп білген Шұғыла апайымызға мың алғыс. Сіз десе жүрекпенен жылынамыз, біздерді еш уақытта ұмытпаңыз. Сан мәрте мұғалімге жолықсақ та, мәңгілік жадымызда Шұғыламыз. Шұғыла апай, мен сізді өте қатты жақсы көремін. Қаншама мұғалімді жолықтырсам да, сіз менің жүрегімде мәңгілік қаласыз. Құрметті менің сыныптастарым, алдағы емтиханды жақсы тапсырып, өздерінің қалаған оқу орындарына түсуге тілектеспін. Және де Шұғыла апай, біздің Құрметті менің сыныптастарым, алдағы емтиханда жоғары баға алып, өздерін қалаған оқу орындарына түсуге тілектеспін. Және де Шұғыла апай, біздің еркелігімізді көтеріп жүргеніңізге көптеген рахмет. Құрметті ұстаздар мен оқушылар, қайырлы күн, қадірлі ата-аналар мен қонақтар. Өзім менен өлшеусіз нарқым менің, асқары тау арқа тұтар алтын белім. Ұядан ұрпағыңды ұшырмаққа, қош келдің айналайын халқым менің. Кеше ғана тұлымдары желбіреп, жүректері лүпілдеп, мектеп қабырғасын имене аттаған ұл қыздарымыздың ойы толып, бойы өсіп, алтын ұя мектебімен қоштасқалы отыр. Бұл күн мектеп тарихында, мектеп бітіруші түлектер есінде мәңгі өшпесі анық. Мектеп деген білім кені, жыр кені, мекеніміз ғылымның ең үлкені. Ғылымның да шығар шыңы осы жер, түп қызығы, тұңғиығы осы еді. Жас жүректің өмірлік құштары гүл, бағбан ұстаз, баулыған құстары бол. Қоштасып, бүгінгі күн ұясынан сол құстардың бір тобы ұшқалы тұр дей келе, алтын ұя мектебінің табалдырығынан үлкен өмірге ұшқалы отырған мектеп бітіруші түлектерімізді құрметпен ортаға шақырайық. Алдарыңызда 11-ші Б сынып оқушылары, сынып жетекшісі Баятова Шұғыла Нұрсағат қызы, сыныпта барлығы 20 оқушы. Айтбай Ақбота Еркін қызы, Айтбай Темірлан Ерболатұлы, Амангелді Елдана Бекзат қызы, Бақыт Құндыз Ермек қызы, Барат Алихан Ғалымжанұлы, Бишер Ділназ Марлен қызы, Бүкен Олжас Серікұлы, Еркінәлі Дариға Ерлан қызы, Иманбек Әсем Санат қызы, Қасыметова Назгүл Серікболовна, Құрманжан Ақжол Бақтыбекұлы, Күнес Сарина Бекболат қызы, Қазбекова Үңкәр Ғалымжан қызы, Мейірім Саят, Мүлкібай Дәурен Саянұлы, Мұхамеди Елзат Асқар қызы, Сержан Динора Сержан қызы, Серік Әділет Дәуренұлы, Серік қызы Диана және Төлғожа Аян Қайратұлы. Құрметті түлектер, санитарлық талаптарға сәйкес арақашықтықтарыңызды дұрыстап сақтасаңыздар. Тарих терең, қазақ деген көнелде, ел белгіде, ерлік өрлік өнерде, жаһандағы ең жауынгер халықта кім тенеді, ту болмады дегенге.
Мектеп қой еліміздің қаны жаны, мектепте басталады бәрі-бәрі. Бүгінгі мектеппен қоштасу салтанатында шырқалсын Қазақстан әнұраны. Жиын, түзел, доктор, Қазақстан Республикасының мемлекеттік туына сап түзел. Ата-аналар тұрамыздарымыз келin. Алтын күн асқаны, алтыннан қаласын, ерліктің астана еліне қаласын, ержелден ергеген алтамыз, шалқығын намысын бермеген қазағым алтымыз. Бүгін ерекше тебіреніс пен толғанысқа толы күн. Бүгін алғашқы қоңырау мен соңғы қоңыраудың арасын жалғаған 11 жылдың мәреге жеткен күні. Бүгін мектебім, ұстазым деп көңілін қимастық кешкен күн. Бүгін атаң ақжол тілеп, ақбата берсем деген күн. Бүгін әжең ерке ұланның ержеткенін көрсем деген күн. Бүгін әкең қызым бой жетті деп мақтанған күн. Бүгін анаң ұлым ер жетті деп шаттанған күн. Бүгін ұстазыңның жанында шәкірт болып соңғы рет топталған күн. Бүгін арман қуып алысқа аттанған күн. Бұл күн мектеп тарихында, мектеп бітіруші түлектер есінде мәңгі өшпейтін күн. Бүгін алтын ұя мектебін бітіріп, балашақтан болашаққа қанат қаққалы отырған, жүректері лүпіл қағып, қуаныш пен қимастық, аңсау мен арман сезімдері араласқан жас түлектер үшін ең бір қымбат, ең бір қимас, ең бір ұмытылмас күн. Бүгін мектебіміздің 61 түлегі жаңа өмірге жолдама алғалы тұрған күн. Ендеше сәт сапар жас түлектер қош айтысып балалық шақ өткеніне, қош айтысып сүйікті мектебіне тұрғыдан тұлап түлеп ұшқан жас қырандар аттанып барады өмір көктеміне. Ажырамай мектептен бір елісіз, жақсылыққа жаралған жүрегіңіз, сөз берелік құрметпен өзіңізге, шәкірттерге арналсын. Тілегіңіз дей отырып, соңғы қоңырау салтанатының алғашқы құттықтау сөзі мектеп директоры Қонысбаева Құралай Ыстыбайқызына беріледі. Құрметті бүгінгі 11-ші сынып түлектерінің жалпы орта білім туралы аттестат тапсыру кешіне келіп отырған ата-аналар, қонақтар, әріптестер, бүгінгі мерекемізге қош келдіңіздер. Бүгінгі күн мектеп тарихында және де ортамызда тұрған 11-ші Б сынып оқушылары сіздер үшін есте қалатын бір керемет күннің бірі болып саналады. Осы ортада тұрған түлектеріміздің өнері мен білімін өз бойларына өре білген еліміздің ертеңгі тізгінін қолға алар
күн, құрметті біздің мектеп бітіруші түлектеріміз. 2019-2020 оқу жылындағы түлектеріміз мектеп бітіріп, жаңа өмір жолына қадам бастағалы тұр. Жылда мектебімізде алтын белгі егерлері, үздік үлгідегі аттестат егерлері жылдан жылға саны да көбеюде, жылдан жылға ұлттық бірыңғай тестілеуді растап, өз білімдерін растап, грант егерлері болып жатқан түлектеріміз ауыз толтырып айтатындай. Ортамызда тұрған бүгінгі 2019-2020 оқу жылының 11-ші Б сынып оқушыларының арасында бүгінгі таңда ауыз толтырып айтатындай жан-жақты, білімді, білікті аудан, облыс, республика көлемінде іс-шаралар, жарыстарға қатысып, мектебіміздің беделін жоғарғы биіктерден көрініп жатқан оқушыларымызды атап кетуге рұқсат етіңіздер. Олай болса, бүгінгі ерекше үлгідегі қызыл аттестат иегері Айтбай Ақботаны айтып кеткім келіп отыр. Одан бөлек республикалық онлайн қашықтықтан өткізген пәндік олимпиадада математика пәнінен бірінші орынға ие болған Айтбай Темірлан, Барат Алихан онлайн республикалық қашықтықтан өткен математика пәнінен бірінші орынға иегері Алихан, республикалық онлайн математика пәнінен олимпиадаға қатысып, бірінші орынды иеленген Күнес Зарина, республикалық онлайн пәндік олимпиададан математика пәнінен қатысып, екінші орынды иеленген Қазбекова Іңкәр, республикалық қашықтықтан онлайн математика пәнінен олимпиадаға қатысып, екінші орынды иеленген Бақыт Құндызды сондай үлкен мақтанышпен ауыз толтырып айтуға болады. Құрметті ата-аналар, құрметті әріптестер, қошемет көрсетіп қоюларыңызға болады. Сонымен қатар биылғы біздің есімізде қалған бұл 11-ші Б сыныбының оқушылары, әсіресе ұлдарды ерекше бір атап кеткім келеді. Жігіттер, әрқайсысының аттарыңды жеке-жеке айтпай қойын. Ұлдар, біз біргеміз ғой. Ұлдар дегенде барлықтарының аттарын аталы есептеңдер. Ұлдарын ерекше атағым келеді. Бүткіл мектептің іс-шарасына белсене араласып, осы мектептің күнделікті тынысында, күнделікті тіршілігінде бізбен қатар қоян қолтық өзінен кейінгі төменгі сынып оқушыларына өздерінің біліктіліктерін көрсеткен осы ортамызда отырған ұстаздар жігіттерге мен ерекше сіздерге бір жаңағы көңіл бөлгім келіп отыр. Сонымен қатар ортамызда республикалық Мұқағали Мақатаев оқуынан, Абай оқуынан, Ильяс оқуынан, бүткіл республикалық аудандық көлемдегі осы аталған жаңағы оқулардың бел ортасында республикалық көлемде қатысып, аудан көлемінде ауданның беделін көтерген, мектебіміздің беделін көтерген мен Бешір Ділназды ерекше атап кеткім келеді. Енді біздің жігіттеріміздің арасында әрине спорттық іс-шараларға қатысып, волейбол командасы, баскетбол командасында құрып, осы аудандық көлемде жүлделі орынға ие болған командалардың бірі осы ортамызда тұрған осы біздің жігіттер. Тағы да бір жаңағы қошемет көрсетіп қойсаңыздар болады. Қарап отырсаңыздар, елбасымыз ертеңгі болашақтың иесі жастар деген еді. Жастарға мен сенемін деген еді. Олай болатын болса, мінекей сол жастарымыздың бірі мына біздің ортамызда отырған 11-ші Б сынып оқушылары деп болашақта сендерге үлкен үміт артамыз, үлкен сенім білдіреміз. Құрметті біздің мектеп бітірейін деп отырған түлектеріміз, бүгінгі күн сіздердің мәңгі естеріңізде қалады. Қанша институт бітірсеңіздер, қай жаққа барсаңыздар да, не істесеңіздер де басқа дүниенің орны бір бөлек, ал мектеп бітіру кеші бүгінгі күн
сіздердің естеріңізде мәңгі қалады. Сондықтан сіздерге көп үміт артып отырғандықтан, құрметті оқушылар, алдарыңда үлкен сынақ тұр. Сол сынақтан сүрінбей өтіп, өздеріңнің ойлаған ойларың, армандаған армандарың орындалып, ұлттық бірыңғай тестілеуді жақсы тапсырып, сол өздерінің армандаған армандарына жетіп, жақсы маман иесі болып, еліміздің бір ірге тасын қалайтын жастардан болуларыңа мен шын жүректен тілектеспін. Дендерің сау болсын, бастарың аман болсын. Мына төрде отырған ата-аналардың тек қуанышы болуларыңызға Алла тағала нәсіп етсін. Сіздерге ақ жол тілеймін. Жолдарыңыз ақ болсын. Келесі кезекте 11-ші Б сынып оқушыларының сіздерге дайындаған мектеп вальсін қабыл алыңыздар. Қандай қиын қоштасу мектеппенен осы күн ашқан білім бұлағы шашқан күннің шуағы ата менен анадан аса қымбат мұғалім келіңдер ей достар құрбылар жолдастар Школьное братство, вторая семья. Время пришло, вот и с тобой нам попрощаться пора. Школьный звонок нам прозвенит, мы уж шагнули за отчий порог. Школа, прощай, нас впереди ждет самый длинный урок. А жизни дорога бежит от порога, а там наше завтра светло и прекрасно, и праздники, будни, путь длинный и трудный, бороться, искать, побеждать. Учила нас школа, и снова мы будем ее вспоминать. Ұстаз деген жарық күні қаламның, ұстаз деген анасы ол адамның, бүкіл әлем мойындайды еңбегін, сен де одан адам болып жаралдың. Ұстазыңда түсінген сен тереңнен, бар әлемге еңбегімен еленген, сенің бағаң өрге қарай өрлесе, ол да бірге қуанышқа кенелген. Сол арқылы сен де өмірді жалғадың, ізгі іс қой ұстаз тілін алғаның. Мақтау алсаң ұстаздардың алдында, ол өзіңнің орындалған арманың. Ұстаз сөзін айтып жүрдік ән қылып, одан басқа жүрген кім бар жанды ұлып. Ұстаз деген ұлылардың ұлысы, қасиетті, бас иелік мәңгілік. Ортаға 11 жыл тәлім тәрбие берген ұстаздарымызды құрметпен шақырамыз.
Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Байғазиева Нұргүл Ильясовна. Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Сыздықова Жанна Ерехановна. Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Байгозина Шынар Советбековна. Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Данабаева Баян Төлебаевна. Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Сатыбалдиева Ажар Қылышбековна. Алгебра және геометрия пәнінің мұғалімі Баятова Шұғыла Нұрсағатқызы. Информатика пәні мұғалімі Каримова Тұрған Сатымханқызы. Физика пәні мұғалімі Слейменова Гүлбара Шануарбековна. Биология пәні мұғалімі Сарсембаева Анар Бейсеновна. Химия пәні мұғалімі Ахмет Өркен. География пәні мұғалімі Көптілеуова Құндыз Көмекбаевна. Тарих пәні мұғалімі Кемелбаева Бақыт Талжановна. Технология пәні мұғалімі Расулбеков Барат Есимович. Өзіне ұстану пәні мұғалімі Жайлыбаева Бақыт Қалыбековна. Дене шынықтыру пәні мұғалімі Керімбеков Қуандық Тұрлыбаевич. Дене шынықтыру пәні мұғалімдері Каримхан Әділ Беккетұлы. Алғашқы әскери дайындық пәні мұғалімі Сұлтанғазиев Ерболат Аббаевич. Ал енді құрметті түлектер, бүгінгі ұстаздарымызбен мектеп вальсы. Ортаға шығып вальсы. Ашқан күнім болары, шашқан күнім шуағы, ата менен анадан, асағымдақ мұғалім. Жүрендер, достар, құрбылар, жолдастар, келейік шабар іске, бақытқа жол бастар, мектеп бақытымыз, мектеп шаттығымыз, бүгінгі жастығымыз, Школьное братство, вторая семья. Время пришло, вот и с тобой нам прощаться пора. Школьный звонок нам прозвенит, мы уж шагнули за отчий порог. Школа, прощай, нас впереди ждет самый длинный урок. А жизни дорога бежит от порог. Мектеп маңы толыпты жарасымға, ізгілікте мейірім бәр осында. Өмірге қанатқақты жас өрендер асыл арман гүл атып санасында деп, жүректері лүпіл қаққан қимастық мен қуаныш, аңсау мен арман сезімдері араласқан, осынау сәтте шәкірттік сәттің соңғы, өмір жолының алғашқы қадамында тұрған жас түлек. Ендігі сөзді Бешир Дилназға береміз. Құрметті ата-аналар, ұстаздар, қазіргі елімізде болып жатқан жағдайларға байланысты, сол жағдайларға қарамай, осы оқушылардың бітіру кешінде ақ жол тілейік деп келгендеріңізге сіздерге мыңда бір рахмет айтамын. Құрметті менің ең
сүйікті, ең ғажап, ең мықты 13-ші мектебім. Мектебімнің ұстаздары және мектепте 11 жыл бойы бір партада отырған менің сүйікті де сүйкімді сыныптастарым. Сендерге осы келер жылы ОБТ сынағынан сүрінбей өтулеріне тілектеспін. 2020 жылдың түлектері бұл жылы кетеді екен деп, мектеп бізді ұмытып кетпеңіздер. Мен өзім өлең шығаратын адам болғандықтан, енді мектепте оқитын соңғы жыр шумағымды сіздерге арнап кетейін. Шабытын туып жаңа ғана шығарған едім. Білім мына фәнидің баспалдағы, осы жолмен ұлылар асқақтады. Ал көбісі сатымен өрлемек боп, ақырында жетусіз ақсаңдады. Бір теңізден білімнің суағады, суын ішсек, мына жер қуанады. Сусындамай аттансақ болашаққа, білім таяз адамды кім алады? Бар білгенді салыңыз жүгіңізге, білім артып оқу мен ғылым ізде. Ұлы дана Абайда айтып өткен, ғылым таппай мақтанбан күніңізге. Білімсіз ақ жетем деп жаңылмаңыз, өнер білім жетелеп жалындаңыз. Ойлап қараң, өмірдің кілті білім, баршамыздың таусылмас қазынамыз. Рахмет. Бүгінгі күн Алтын-Ұя мектебін бітіріп, қияға қанат қағатын жас түлектер үшін ең бір қымбат, ең бір қимас, ең бір ұмытылмас жүрек тебірентерлік сәт. Осы сәтті пайдаланып, бітіруші түлектерімізді марапаттауға рұқсат етіңіздер. Марапатты табыстайтын мектеп директоры Қоныспаева Құралай Ыстыбаевна. Мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар. Нөмірі 13-ші жалпы білім беретін орта мектептің қоғамдық жұмысына белсене араласқан үшін Бақыт Ботагөз марапатталады. Дәл осындай мәтінде Бешер Зелназ марапатталады. Жалпы білім беретін пәндер бойынша оқушылардың республикалық онлайн олимпиадасының жеңімпазы бірінші дәрежелі диплом Айтбай Темірлан марапатталады. Екінші дәрежелі диплом математика пәні бойынша Бақыт Құндыз марапатталады. Бірінші дәрежелі диплом математика пәні бойынша Күнес Зарина марапатталады. Бірінші дәрежелі диплом математика пәні бойынша Барат Алихан марапатталады. Ата-аналар қолдап отырсаңыз. Есепке содыға жоңыздар, марапаттарыңыз құтты болсын. Келесі кезекте 11-ші Б сынып түлектерінің орындауында жүрек жарды ән қабыл алыңыздар. Nurlu gözler
Жаушы еді гүлданай, сұлуға қай құндызай. Я люблю тебя. Өрендер кетті, сендерден енді балалық. Тұрсыңдар міне, болашақ күнге жол ашып. Кетігін елдің жетілдірер бол азамат, бір кірпіш болып, дүниеге мына қаланып. 11 жыл оқып, білімің түсті қорлана, аттестат алғалы тұрсың міне, мектеп деген ордада. Аттестат деген азаматтық куәсі, аттестат деген өмірге берген жолдама дегеле. Көптен күткен қуанышты кезең, 11 жылға төккен тереңнің жемісі. 11 жыл бойы алған біліміңнің белгісі, аттестат алу кезеңі келгендей. Шығыңдар білім шыңына, батамыз осы сендерге, болыңдар үздік тағыда, оқуда да, еңбекте дегеле, аттестат тапсыру салтанатты рәсімі. Мектеп директоры Қонысбаева Құралай Ыстыбай қызына беріледі. Жалпы орта білім туралы үздік аттестат. Осы аттестат Айтбай Ақбота Еркін қызына беріледі. Айтбай Ақбота Еркін қызы биология және химия пәндерін оқып үйренудегі ерекше жетістігі үшін мақтау грамотасымен марапатталады. Жалпы орта білім туралы аттестат. Осы аттестат Бишер Дилназ Марлен қызына беріледі. Бишер Дилназ Марлен қызы қазақ тілі мен әдебиеті пәндерін оқып үйренудегі ерекше жетістігі үшін мақтау грамотасымен марапатталады. Жалпы орта білім туралы аттестат. Осы аттестат Бақыт Құндыз Ермек қызына беріледі. Бақыт Құндыз Ермек қызы химия және биология пәндерін оқып үйренудегі ерекше жетістігі үшін мақтау грамотасымен марапатталады. Жалпы орта білім туралы аттестат. Осы аттестат Барат Алихан Ғалымжанұлына беріледі. Және алгебра пәнін оқып үйренудегі ерекше жетістігі үшін мақтау қағазымен марапатталады. Жалпы орта білім туралы аттестат Сержан Динура Сержан қызына беріледі. Және алгебра және информатика пәнін оқып үйренудегі ерекше жетістігі үшін мақтау грамотасымен марапатталады. Жалпы орта білім туралы аттестат. Осы аттестат Күннес Зарина Бекболат қызына беріледі. Және алгебра және физика пәндерін оқып үйренудегі ерекше жетістігі үшін мақтау грамотасымен марапатталады. Жалпы орта білім туралы аттестат. Осы аттестат Иманбек Әсем Санат қызына беріледі. Және география, ағылшын тілі пәндерін оқып үйренудегі ерекше жетістігі үшін мақтау қағазымен марапатталады. Жалпы орта білім туралы аттестат. Осы аттестат Серік қызы Дианаға беріледі. Серік қызы Диана география және ағылшын тілін оқып үйренудегі ерекше жетістігі үшін мақтау қағазымен марапатталады. Келесі аттестат Амангелді Елдана Бекзат қызына беріледі. Алгебра және физика пәндерін оқып үйренудегі ерекше жетістігі үшін мақтау қағазымен марапатталады. Жалпы орта білім туралы аттестат Еркінәлі Дариға Ерлан қызына беріледі. Жалпы орта білім туралы аттестат Қапсаметова Назгүл Серікболовнаға беріледі. Жалпы орта білім туралы аттестат Айтбай Темірлан Ерболатұлына беріледі.
Жалпы орта білім туралы аттестат Бөкен Олжас Серікұлына беріледі. Түлектер қол қоямыз. Жалпы орта білім туралы аттестат Қазбекова Іңкәр Ғалымжанқызына беріледі. Жалпы орта білім туралы аттестат Құрманжан Ақжол Бақтыбекұлына беріледі. Жалпы орта білім туралы аттестат Мүлкібай Дәурен Саянұлына беріледі. Жалпы орта білім туралы аттестат Мұхамеди Елзат Асқарқызына беріледі. Жалпы орта білім туралы аттестат Мейірман Саят Есболатұлына беріледі. Жалпы орта білім туралы аттестат Серік Әділет Дәуренұлына беріледі. Жалпы орта білім туралы аттестат Гүлғожа Аян Қайратұлына беріледі. Келесі кезекте 11-ші Б сынып түлектерінің сіздерге дайындаған флешмобын қарсы алыңыздар. Macarena. Hey, put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Hey, Macarena. Aight. So seductive. I take you to the candy shop. И пусть звучат мы все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл.
Қошемет, рахмет. Ата-ана тәрбиелеп балапанын, әлдилеп аялаған алақанын, болашақта бақ тілеп тұрасыңдар ойлау менен алдағы балақамын дей отырып, сөз кезегі жас түлектердің ата-аналары атынан Қашқынбаева Қарлығаш Орынбай қызына беріледі. Құралай Истыбайқызы, мектеп әкімшілігі, құрметті ұстаздар, құрметті ата-аналар, оқушылар, бүгін мына 2019-2020 жыл оқу жылындағы сендердің өмірлеріндегі қайталанбас әрі тарихи сәттің куәсі болып отырмыз. Құрметті ұстаздар, мектеп басшысы, сіздердің сапалы білім мен саналы тәрбие беру жолындағы еңбектеріңізге үлкен рахмет айтамыз 11-ші Б сынып ата-аналары атынан. Соның ішінде ерекше рахметімізді айтамыз, алғысымызды білдіреміз Шұғыла апайымызға. Шұғыла жас болса да білікті маман, сыныптағы әр баланың пікірімен, әр баланың көзқарасымен, әр қайсының жеке ерекшелігіне, мінез құлқына бағына отырып, солармен ортақ тіл табысып, мектепті бітіріп, үлкен қадам жолына аяқ бастырып отыр. Шұғыла апайына да үлкен рахмет айтамыз. Құрметті жас түлектер, міне сендер мектеп деген үлкен білім ордасымен қоштасып, өмір мектеп жолына жол сілтеп аттанғалы отырсыңдар. Сендердің алдыларында үлкен өмір мектебі тұр. Сол өмір мектебінің соқтықпалы, соқпақсыз жолдарың ашық болсын. Алдағы ұлттық бірыңғай тест бұл сендердің білім сапаларың, өздерің ойлаған жоғарғы көрсеткішке жетеді деген сенімдеміз. Одан кейінгі өмір жолдарында тек қана жақсылық болсын. Біз сендерге тек сәттілік тілейміз. Үлкен рахмет. 11-ші Б сынып түлектерінің орындауында «Қош бол енді мектебім менің». Қарсы алыңыздар. Sen de
мектеп бітіруші түлектер, алғаш қолына гүл шоғын алып, мектеп табалдырығын аттағаннан бері 20 мыңнан аса қоңырау үнін естідіңдер. Ал бүгінгі қоңырау үні ерекше. Ол мектеппен қоштасар соңғы қоңырау. Ол балалық шақтың өмір белесіне асыратын қоңырау. Бұл соңғы қоңырау үні. Балалықпен қоштасу, үлкен өмірге қауышу үні. Өмірде ілбіп тек көшпей жүретін сергек жол мынау. Құлақтың үнін кетпесін сыңғырла соңғы қоңырау. Сыңғырла соңғы қоңырау. Алдарыңызда 11-ші Б сынып түлектерінің соңғы қоңырау соғу рәсімі. Қоштасады алтын ұя мектебің маңдайыңнан сипап өтер көкте күн. Сәт сапар деп қол бұлғаймыз бәріміз, тілейміз біз армандарға жеткенін дей келе, ұлттық бірыңғай тестті табысты тапсыруларыңызға тілектеспіз. Жаңа өмірлеріңізге ақ жол, сәт сапар тілейміз. Қош, сау болыңыздар. Жас түлектер баннеріне фотосессияға шақырамыз. Түлектер, ата-аналар, ұстаздар қауымы.